Баршаңызға сәлем. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Бүгін біз пирожныйдың рецебін дайындайтын боламыз. Шоколадный пирожный. Ендеше кеттік, достар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, оның үстіне қантымызды салып, және де ванилин салып, миксердің көмегімен жақсылап әбден араластырып аламыз. Миксерімізден араластырған кезде осындай ақ көбік болу керек қоспамыз. Менде осындай болып шықты. Енді үстіне қаймағымызды саламыз. Қаймағымызды салғаннан кейін тағы да миксермен жақсылап араластырып алатын боламыз. Араластырып болдық. Енді ұнымызды дайындап, үстіне разрыхлителімізді салып, ұнмен бірге қосып араластырып аламыз. Және де үстіне 1 чайный ложка сода және де какаомызды жақсылап араластырып аламыз. Бұл қамырдың ерекшелігі, бұған разрыхлителі сода да екеуі де қосылады. 1 чайный ложка. Енді үстіне илеуіштің көмегімен жақсылап саламыз. Өте жұмсақ болып көтеріліп пісетін тесто. Бұл уайымдамасаңыздар да болады, өйткені ішіне разрыхлителі сода да салынғаннан кейін тестосы өте әдемі болып піседі. Араластырып алдым. Мен енді азғантай сүт қосып жіберетін боламыз. Осындай сұйықтықта болу керек қамыр. Енді табамызға, противенімізге пергаментті төсеп алып, мен өстіп домалақ қылып өлшеп алдым. Барлығын размері бірдей болу үшін осындай мен пирожныйларымды құйып алдым да, енді пісіріп аламын. Неге пісіп шықты, домалақ болып, әдемі болып, мен пар қылып өстіп қойдым. Арасына крем жағу үшін енді креміне кірісетін боламыз. Кремі өте қарапайым, яғни оған сливочный май мен үстіне сахарный пудраны салып, жақсылап араластырып аламыз. Сливочный май мен сахарный пудраны араластырған кезде көп араластыру керек, біраз араластыру керек. Сол кезде мына май прямо крем сияқты болып, көпіршік сияқты болады. Және де үстіне азғантай қаймақ қосып жібереміз. Барлығы количестволарын жазып кететін боламын. Өте қарапайым крем бұл. Және де қатты сұйық болмайды, орташа қоюлықта болады, уайымдамасаңыздар болады. Қарапайым крем болғандықтан неге әдемі болып, осы әппақ болып шығады. Миксермен жақсылап араластыру керек. Мен крем қандай болып шықты, күшті болып шықты, воздушный болып шықты, достар. Енді пирожныйымызды жинайтын боламыз. Пирожныйымыздың ортасына жағып кремді, осылай бір-біріне жабыстырып, жағып шығатын боламыз. Өте қарапайым орындалу әдісі. Үй жағдайында өте доступный продуктылардан жасалатын болғандықтан, любой қонақтықта жасасаңыздар болады. Менде осындай пирожныйлар шықты. Енді пирожныйымыздың үстін әрлейтін боламыз. Ол үшін маған шоколад керек болады. Шоколадты құр өзін ертіп алдым. Мен бұл жерде арасына ештеңе қосқан жоқпын. Қазақстан шоколадын ертіп алып, кисточканың көмегімен жағып шығатын боламын барлығына. Осындай пирожныйлар шықты. Өте күшті, дәмді болып шығады, достар, уайымдамаңыздар. Рецепт өте күшті. Және де әрлеу үшін әртүрлі нәрселер істесеңіздер болады, немесе осы шоколадпен қойсаңыздар да болады. Мен ақ шоколадпен үстінен қазір әрлейтін боламын. Барлығының бетіне әбден жағып алу қажет. Барлығының бетіне жағып алдым. Осындай пончик сияқты болып, прямо күшті болып шықты. Және де қазір үстіне украшениесін жасап, шайға беретін боламын.
Мінекей украшениесін мен ақ шоколадты еріттім да, бетіне осылай узурлап жасадым. Әркім өзінің талғамына байланысты жасаса болады. Өте әдемі болып шығады. Және де достар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Баршаңызға аз болсын рахмет.